операцияға кірдік. Сөйтіп сол жердегілер кіріп шығыпты, біз не болды, бәрі жақсы ма деп сұрадық. Сөйтіп я деді, сөйтіп ол жерде несі анализ дұрыс болмапты, уже бала өліп қалған деп айтты. Момбек Гаухар Сембекқызы болам. 17 октябрь күні баламды босандым. 4-те 300 болып босандым. Ояқта жақсы деп айтып шығарды. Сөйтіп үйге келіп жақсы болып шыққан балам. Емізіп аққанында бала одышка болды деп ойладым мен. Сөйтіп одышка емес, сөйтіп скорый шақырды. Сол жердегі апайлар поликлиникада. Сөйтіп пандемик фтоникке жеткізбей операция жасаймыз керек деп. Құдайға шүкір, Аллаға мыңда бір шүкір. Осы больницадан аман есен баламды операциядан сәтті өтті. Бірінші әуелі Құдайға, екінші осы жердегі ауруханаларда жәрдемші берулерге рахметімді айтқым келеді. 2 сағатқа созылды. Сөйтіп айтты олар, каканез айтты, өліп қалды. Оны до конца істеп жаздырып алдық. Жүрегіндегі қан бұрқ етіп шығып, жақсы болып шықты деді. Аллаға шүкір деймін, беріп аққан ақшаларына бала-шағасының рахатын көрсін. Сол ақшаның жақсынан балам жақсы шықты деп ойлаймын. Мен де сол квартирада тұрам, учетта бармын, үйім жоқ, 4 баласының анасымын. Оған да шүкір, солардың ақшаларына себепті болып, менің балама сәтті өтіп, қайырымдылыққа кеп, менің бала-шағама осы балама нәсіп етті ғой Құдай. Олардың да бала-шағасы аман болсын деп дегім келеді.